Сәлем қыздар, сіздермен шырша тортын пісіретін боламыз. Бұл яғни цифра торт, бірақ шырша бейнесіндегі. Осы торт рецептісімен сіздер кез келген санда немесе фигураны пісірсеңіздер болады. Алдымен корждарды даярлаймыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа, 80 грамм қант, 40 грамм бал, 1 шымшым тұз, 50 грамм сары май, жарты шай қасық сода және 200 грамм ұн қажет. Бір ыдысқа қант, жұмыртқа, 1 шымшым тұз және балды салып жақсылап араластырамыз. Балдың орнына қантты қолдансаңыздар болады, бірақ балмен жасалған корждарымыз өте нәзік болып шығады, өте жұмсақ болып шығады. Венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осы сұйықтығымызға сары майымызды салып, газға қоямыз. Газға қайнағанға дейін жеткіземіз, бірақ қайнатпаймыз. Майымыз әбден еріп кетуі тиіс. Газға қойған уақытта венчикпен тезірек жақсылап араластырып отыруларыңыз қажет. Сұйықтығымызға сода қосамыз, содан соң венчикпен жақсылап араластырамыз. Осы кезде сұйықтығымыз ақырындап көтеріле бастайды. Бұл сода, яғни реакция бере бастайды. Осы сұйықтығымызға ұнымызды қоса бастаймыз. Ұнымыздың барлығын қоспай, тек қана жарты бөлігін ғана қосамыз. Одан соң венчикпен жақсылап араластырамыз. Негізінде жылы немесе ыстық сұйықтық ол ұнды өзіне көп тартады. Көп ұн қажет болады, сондықтан біз тек қана жарты ұнды ғана қосамыз. Ұнның жартысын нан жаятын орынға төгіп, оның үстіне осы сұйықтығымызды төгеміз. Одан соң ақырындап отырып, нанымызды, яғни корждарымызды илейтін боламыз. Корждарымыз өте нәзік болып шығады. Ұнымызға араластырып отырып илейміз, видеода көрсетілгендей етіп. Ұнды рецепте берілген мөлшерден көп қоспаңыздар, өйткені корждарымыз қатайып кетуі мүмкін. Егер де осы рецептпен дайындасаңыздар, корждарыңыз өте нәзік болып шығады, жұмсақ болып шығады. Дайын болған тестіміз қолға жабысады, бірақ біз оны салфанға салып, бірнеше сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сонда тестіміз кішкене қатайып, жайғанға өте ыңғайлы болады. Бірнеше сағаттан соң тестіні холодильниктен шығарып, оны бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Одан соң осыны оқтаумен жайып алып, шыршаны қағаздан кесіп аласыздар, сосын осы тестінің үстіне қойып, оны пышақпен кесіп аламыз. Осы тестімізді мен сразу пергамент қағаздың үстіне жайған болатынмын. Оны ақырында пышақпен кесіп алыңыздар. Осы шырша пішінінің орнына сіздер кез келген басқа пішінді немесе кез келген санды қағаздан қиып алып, осы цифра торттың пішініне салып, кесіп алып пісірсеңіздер болады. Корждардың беті тегіс болып пісу үшін оны вилкамен бірнеше рет тесіп алсаңыздар болады. Одан соң 180 градуста қызып тұрған пеште бірнеше минут қана, яғни 5 минут, 10 минут қана пісіресіздер. Шыршаның ойыншықтарын біз шоколадты глазурьдан даярлаймыз. Ол үшін глазурьді на водяной бане ертіп аламыз. Ыдыстың астына су құйып, үстіне тағы бір ыдыс қойып, ол ыдысымыз суға тимей тұруы тиіс. Соны жақсылап араластырып отырып, глазурьді ертіп аламыз. Одан соң осы сферамызды құятын ыдысымызды даярлап аламыз. Мен кондурин қолдандым. Кондуринді золотистый цветін ішіне аздап жағып шықтым. Шоколадная сфера жасаған уақытта міндетті түрде шоколадная глазурь қолдану керек. Шоколадная глазурь сфера формасын бірден ұстайды, ал шоколад ол еріп кетеді, ол темперированияны қажет етеді. Еріген шоколадтың жарты бөлігін қызыл түске боядым. Осы кезде айтып кететін бір жайт, шоколадты бояу үшін жирорастворимый краситель керек. Егер водорастворимый краситель алған жағдайыңызда, ол шоколадта жөнді араласпайды. Жақсылап араластырып, мен қызыл түске бояп алдым. Енді осы сұйықтығымды мен осы сфераларымызға құйып сфера жасайтын боламыз.
ақ шоколадты мен кішкентай сфераларға құйып шықтым. Оны алдымен толтырып құйып аламыз. Содан соң оның керек емес артық шоколадын бір ыдысқа салып аламыз. 4 жартылай сфераның барлығын толтырып шықтым. Қызыл түсті мен үлкен сфераларға қолданатын боламын. Соларға оны да толтырып шығамын. Сферамыздың пішініне қарай, яғни сферамыз үлкен болған сайын, оған жағылатын шоколадтың қалыңдығы да соншама қалың болуы тиіс. Өйткені сфераны алған уақытта, шоколад қатқан уақытта ол сынып кетуі мүмкін, ал егер қалыңырақ болса, ол өз формасын жақсы ұстайды. Осы шоколадты 5 минутқа тоңазытқышқа қойып алсаңыздар болады. Сол кезде ол айналасына кішкене қата бастаған уақытта тоңазытқыштан шығарып, артық шоколадымызды бір ыдысқа құйып алып тастаймыз. Жағылған артық шоколадты шпательмен немесе скребокпен алып тастаймыз. Қызыл шоколадта тоңазытқышта бірнеше минут тұрып қатқаннан кейін оны шығарып, артық шоколадын алып тастаймыз. Содан соң оны скребокпен аузын тегістеп аламыз. Содан соң тағы да тоңазытқышқа салып қоямыз. Бетін жөндеп алып тастаған соң біз оны холодильникке салып қоямыз. Сол кезде осы сфераларымыз жақсылап холодильникте тұрып өз формасын ұстап қатады. Крем даярлаймыз. Бізге ол үшін шоколад, творожный сыр және сливки қажет. Сливкиді газда қыздырып ысытып аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Оны шоколадтың үстіне құямыз. Сосын екеуі араластырып, әбден ергенше погружной блендермен араластырамыз. Содан соң осы шоколадымызды біз бірнеше сағатқа тоңазытқышқа холодильникке салып қоямыз. Яғни видеодағы оң жағындағы ыдыста сливки мен шоколад араласқан сұйықтық көрсетілген. Творожный сырды алдын ала холодильниктен шығарып қойып, оны әбден езілгенше жақсылап миксермен араластырамыз. Творожный сырға сливки мен шоколад араласқан сұйықтығымызды қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Әбден қоюлануы керек. Осы кремді сіздер әртүрлі торттар пісіргенде немесе капкейктер дайындағанда қолдансаңыздар болады. Формасын өте жақсы ұстайды. Конфитюр даярлаймыз. Ол үшін кез келген жидектен пюре дайындап аламыз. Блендермен жақсылап езіп аламыз. Пюреге 1 шай қасық қант және 1 шай қасық крахмал қосып, оны газда бірнеше минут ұстаймыз. Қайнағаннан соң оны жақсылап араластырып отырамыз. Содан соң қайнағаннан кейін 1 минут қойланғанша газда ұстаймыз. Содан соң холодильникке салып қоямыз уақытша. Шырша тортымызды құрай бастаймыз. Кондитерлік мешокқа выпипайдың насадкасын салып, оның ішіне кремімізді құйып алыңыздар. Содан соң осы шырша тортымыздың үстінде видеода көрсетілген еді құйып шығасыздар. Кремді кондитерлік мешокқа аз-аздан салыңыздар, сонда ол өзінің қатты формасын ұстайтын болады. Ал егерде көп құйып алған болсаңыз, ол жаңа қолыңыздың жылуымен кішкене еріңкіреп кетуі мүмкін. Смородинадан жасалған конфитюрді де кондитерлік мешокқа салып алып, шырша тортымыздың ортасына құйып шығамыз. Осылайша барлық корждарды 3 коржын, яғни құрап шығамыз. Осыдан соң холодильникке немесе морозильникке қойған шоколадный сфераларыңызды шығарып алсаңыздар болады. Ол біздің қазір тортымызды әсемдеуге керек болады. Яғни біз шыршаның ойыншықтарын осы жарты сфералардан жасайтын боламыз.
торты мен фисташка ұнымен, миндальный лепесткімен және осы шырша ойыншықтарымен сәндеген болатынмын. Ал сіздер кез келген жидекпен сәндесеңіздер болады. Әртүрлі безе немесе меренга үстіне қойсаңыздар болады. Өздеріңіз қалаған бойынша сәндей бересіздер. Осымен өте нәзік, өте дәмді цифра тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап жақындарыңызды жаңа жылда қуантыңыздар.